Бекам мырза, сізге 69.000 теңге айыппұл салынады. Сіз бұл соманы төлемесеңіз 30 күнге қамауға алынасыз. Қолдаймын, тоқтай келісемін. Не үшін не істеп қойдың сонша? Сен мені боқтағаныңды ұмытып қалдың ба? Боқтаса не бопты? Тыныш саламыз. Жаңа заңға сәйкес қоғамдық орында бауасыз айтқан үшін айыппұл 69.000 теңге. Немесе 30 күнге бас бостандығынан айыру. Ұқтыңыздар ма? Қазір тексереміз қай жерде орын алғанын. Қосыңдар телевизорды. Короче, былай болған. Айдос базарда сатушы. Базар бұл қоғамдық орын емес қой. Тыныш отырсың. Джинсы и футболка жеңілдікпен сатылады. Келіңіздер, қараңыздар. Рахмет, керек емес. Бауырым, сен үшін сүріп бере алам. Алсаң өкінбейсің. Ей, сен жарым айтқанға көнбейсің бе? Стоп! Бұл жерде жарым деген бауыз емес қой. Жарайды, ары қарай көрейік. Не қыл дейсің? Кім жарым? Ешкім еркінен тұрған жоқ бұл жерде. Қотақпас мал, блядь, аузыңды жапшы. Сен мені боқтадың. Алло, бұл милиция ма? Ал, Бекам мырза, қалай жауап бересіз? Иә, өз қателігімді мойындаймын, бірақ әрбір адам ашуланса боқтайды ғой. Онда тұрған не бопты? Көрермендерден сұрап көрейік, не айтады екен. Бека не виновен. Сізге жалғыр ауыздарыңда. Ой! Айдос мырза, сізге айыппұл.